Мүмкін ол керек десеңіздер Назарбаевтан да қатаң диктатор болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен бір білетін адам есебінде оны. Сондықтан ол келіп қоғамның жағдайын өзгертетіндей елдің басшысы болуға дайын ба деген сұраққа мен жоқ деп жауап берер едім. Досаға, мәселен, былтырдан бастап жалпы айтылып жатады ғой, Тасмағамбетов президент болуы мүмкін деп, жаңағы келешекте. Сіздің ойыңызша мүмкін бе? Шынымен де солай ма? Жоқ. Мен оның біріншіден ондай саяси амбициясын осы уақытқа дейін көрген жоқпын. Бірінші рөлге шықсам екен деген саяси амбициясы болу керек қой, саясатқа араласқан адам. Ондай амбицияны көрген жоқпын. Екіншіден, ол қаншама жыл Қазақстаннан тыс жерде жүр. Ол сол Москва жаққа кетті. Одан кейін енді нейді, күнделікті саясаткерлердің күнделікті көрініп жүруі, кез келген нәрсе пікір айтуы, халықтың аузында оның бір портреті қалу керек та, саясаткер есебіндегі. Одан ол алшақтап кетті.